Сәлеметсіңдер ме, балалар? Бүгінгі біздің тақырып жылдың 4 мезгілі. Здравствуйте, ребята! Сегодняшняя наша тема – времена года. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Жыл, год, 4, 4, мезгіл, время, тәулік, сутки. Қыс, зима, көктем, весна, жаз, лето, күз, осень. Послушай и прочитай вместе со мной. Менімен бірге оқы. Қыста түн ұзақ болады. Қыста күн қысқа болады. Ал енді суретке қара, оқы. Теперь посмотрите на картинку и прочитайте. Суретте біз не көріп тұрмыз? Что мы видим на картинке? Жыл мезгілдерін. Мы видим времена года. Жаз, күз, көктем, қыс және жыл ата. Екінші тапсырма, мәтінді оқы, кестені толтыр. Прочитай текст, послушай сначала, а потом прочитай сам и заполни таблицу. Әлібек, бір жылда неше мезгіл бар? Әлібек, сколько времен года в году? Бір жылда 4 мезгіл бар. Олар қыс, көктем, жаз, күз. В году 4 времен года. Олар, они қыс, зима, көктем, весна, жаз, лето, күз, осень. Жақсы, ал бір жылда неше ай бар? Хорошо, а сколько месяцев в году? Бір жылда 12 ай бар. Анель, бір жылда неше тәулік бар? В году 12 месяцев. Анель, а сколько суток? Бір жылда 365 тәулік бар. В году есть 365 дней. Солай ма, Әлібек? Не так ли, Әлібек? Әрине, Анель. Ал бір тәулікте 24 сағат бар. А в сутки есть 24 часа. А теперь, ребята, заполняем таблицу. Бір жылда. На первой строчке написано бір жылда. Это в году. Пишем, сколько часов, сколько суток. Это второй столбик. Третий столбик пишем, сколько месяцев и сколько времен года. В конце бар просто пишем для того, чтобы написать, что есть. Поставь видео на паузу и попробуй сделать сам. Үшінші тапсырма. Суретке қарап, жылдың 4 мезгілін ата. Посмотри на картинку и назови времена года. Мысалы, например, бірінші суретте күз, осень. Ал екінші суретте жаз, лето. Үшінші суретте қыс, зима. Төртінші суретте көктем, весна. Келесі, 4-ші тапсырма. Суретті пайдаланып сөйлемді толықтыр. Используя картинки, дополни предложение. Поставь видео на паузу и попробуй сделать сам. Бесінші тапсырма. Сұраққа жауап беріңдер, диалог құрыңдар. Ответьте на вопросы и составьте диалог. Жылдың неше мезгілі бар? Сколько времен года в году? Екінші сұрақ. Бір жылда неше ай бар? В году сколько месяцев? Үшінші сұрақ. Бір жылда неше тәулік бар? Сколько дней в году? Бір тәулікте неше сағат бар? И сколько часов в сутки? Поставь видео на паузу и попробуй ответить сам. Ал енді есте сақтайық. А теперь запомните. Жылдың 4 мезгілі бар. Қыс, күз, көктем, жаз. Бір жылда 12 ай, 365 тәулік бар. Бір тәулікте 24 сағат бар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал и поставь лайк.
Спасибо за внимание.